Қайырлы күн баршаңызға. Сіздер мен Фариза. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгін сіздермен оңай және тез, өте жеңіл дайындалатын салаттардың бір түрі, көпшілігімізге белгілі сельдь-пад-шуба салатының рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керек болады қайнатылған қызылша, сәбіз, картошка, жұмыртқа және дайын шпрот, сосын майонез, тұз керек болады салатымызға. Менде қаймақтың босаған ыдысы, сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Ең алдымен майдалап тура болған шпроттарымызды салып шығамыз. Салған соң қатты басып жаюдың керегі жоқ, қатты баспаймыз. Жай басып, сосын үстіне майонез, керегінше майонез, тұз себеміз. Келесі слой бізде қайнатылған картошка. Терканың ірі жағынан өткіземіз. Қаласаңыздар майда жағынан да шығарсаңыздар болады. Шығарған картошкамызды жаямыз, қатты баспаймыз. Әр слойды осылай теркадан шығарғаннан соң керегінше майонез, тұз сүйіп шығатын боламыз. Келесі бізде сәбізді де терканың ірі жағынан дәл осылай теркадан шығарып, үстіне майонез, керегінше тұз сүйіп шығамыз. Шығарғаннан соң, жайғаннан соң қатты баспаймыз. Үстіне майонез, керегінше тұз себеміз. Келесі бізде қызылшаны да осылай шығарып, үстінен майонез, керегінше тұз себеміз. Қызылшадан соң қайнатылған жұмыртқаларымызды дәл осылай теркадан шығарамыз. Үстіне майонез жақпаймыз, үстіне кішкене тұз себеміз. Міне салатымыз дайын, үстіндегі форманы алып тастаймыз. Міне салатымыз дайын. Үй жағдайында өте оңай, жеңіл, тез дайындалатын салаттардың түрі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер менің видеом ұнаған болса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, маған лайк басуды ұмытпаңыз және қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Назарларыңызға рахмет.